Ертең Астана операда Париж Құдай анасының соборы балетінің тұсаукесері өтеді. Бұл балет Еуразияда тұңғыш рет қойылмақ. Атаңызға айналған туындыны елімізде сахналау үшін Ролан Петти балеттері қоры эксклюзивті құқық берді. Олар алдымен қазақстандық артистердің шеберлігін сынап көрді. Балет труппасының көркемдік жетекшісі Алтынай Асылмұратова костюмдер танымал сәнгер Ивсен Лоранның дизайны бойынша түпнұсқадан айнытпай Астана операның цехында тігілді. Қос ғашық Эсмеральда мен Квазимода рөлдерін қазақстандық артистер сомдады. Атап айтқанда Эсмеральданың партиясын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мадина Баспаева мен халықаралық байқаулар жеңімпазы Әйкерім Бекетаева орындайды. Квазимода рөлін Рүстем Сейітбеков пен Бақтияр Адамжан сахналайды. Жасамаған қылмысы үшін өлім жазасына кесілген сұлу бойжеткеннің тағдыры суреттелген балет Астана жұртшылығына 2 күн қатарынан ұсынылады. Оған біз көп дайындалғанбыз. Неге десеңіз, мысалы Чайковский балетін болсын, басқа композиторлардың шығармаларын рұқсатсыз біз енді қоя береміз ғой. Мына елде басқаша. Неге десеңіз, анау Парижде Ролан Петтидің қоры бар. Оның ұрпақтары қорды ұйымдастырған. Сондықтан сол қордан рұқсат сұрау керек еді. Ол ақша мәселесі емес, лицензия алуға. Олар өздері мамандарын жібереді. Мысалы, қай елде қоятын болса, мынау балетті. Олар труппаны тексереді, деңгейін, профессионал деңгейін.